Жаңа жыл біздің өмірімізге қалай келді, неге біз шыршаны айналып жүреміз, аяз ата деген кім, жалпы көптеген сұрақтар бар. Соның бір тарихына үңілсек, негізі шыршаның пайда болуы бұл өте көне дәстүр, яғни бұл германдық сак тайпаларының, яғни біздің заманымыздан бұрынғы, олар жабайы тайпалардың көбісі орманда мекен еткен, сондықтан олар орманға табынып, сол шыршаның айналасына құрбандық шалып, шыршаны бір тұтқан. Осыдан қалған негізі шыршаны айналу, от соң жүру деген. Кейін көшпенді ғұндар, яғни Атиланың бастауымен батысқа шабуылында көптеген германдық тайпалардың қашуына мәжбүр болды. Соның бір бөлігі қазіргі Британ аралдарына, осылайша англо-сак тайпаларының көшуінен пайда болды. Ал бір шамасы осы Римге қарай қашты сол кездердегі. Кейін осы тайпалар Рим империясын құлатып басып алады. Яғни осылайша бүкіл тайпалардың қашуы сонымен бірге өзінің әдет ғұрпы мен мәдениетінің алмасуына келді, бүкіл батыс Европаға тарауына. Ал Ресей империясына 1700 жылдары келді, яғни сол кездердегі бірінші Петрдің Европаға барып келіп, оның алдында Ресей империясы бірінші қыркүйекте тойлайтын еді, яғни олар көбіне аграрий ел болғасын, өнімдерді жинап, астықтарының бәрін кейін солай жылдың бастауы деп қыркүйекте тойлайтын еді. Бірінші Петр Европадан сол мәдениетті алып келіп, яғни жылдың бастауын бірінші қаңтар қылып қойды. Осылайша Петр өлгеннен кейін қайтадан сол қыркүйекке көшті. Ал қазіргі жаңа жылдың дәстүр үрдісі ол 19 ғасырдан бастап, яғни орыс аристократтары сол кездердегі Франция мәдениетімен көбіне французша сөйлеп еліктей бастады, және 19 жылдың аяғы 20 ғасырға келді. 20 ғасырда бұл үлкен саясаттың араласуы деп айтуға болады. Революция кезінен кейінгі 20 жылдары көп жетім қалған балдарды жинап, яғни сол кездердегі бірінші хатшы Лениннің ойы болып, өзінің Москва сыртындағы резиденциясында балдарды жинап бір үлкен мереке ұйымдастыру. Сол ұйымдасқан мерекеге бара жатып, өзінің машинасын тоқтатқан қарақшылар бүкіл құжатымен және әмиянын алып қалады Лениннің. Бірақ олар басында түсінбейді Ленин екенін. Кетіп қалғаннан кейін барып, басы сол кездердегі бандиттің есіне құжатты оқығаннан кейін барып түсінеді қолында кім болғанын. Бірақ Ленин қасындағы адамдар қарсы шықпайды, әдейі тек қана әмияның бүкіл құжаттарын беріп Лениннің амандығын уайымдағасын. Бірақ қайтып жіберіп қойған адамдарды қайтып қуып жетуге алмай, Ленин аман сау осы резиденцияға келіп, балдардың мерекесімен құттықтап, сыйлықтар сыйлайды. Кейін осы үрдісті Сталин бүкіл ел тойлайтындайға жеткізеді. Яғни ол кездерде де Сталинге 30 жылдары партияның басшыларының балдары ғана тойлайтын болған, ұйымдастырылып мереке болатын болған. Кейін бүкіл Кеңес одағын тойлайтын үрдіске алып келеді, және сол кездердегі қызы Светлананың айтуы бойынша Аяз атаның және Ақшақардың бары толыққанды Кеңес одағында орнайды. Осындай шырша орнату, Ақшақар, Аяз ата деген сыйлық сыйлау деген дәстүр. Жалпы Кеңес одағында жаңа жылдықтау сөз сөйлеу негізі көптен болған нәрсе емес, яғни ол тек қана 70 жылдары Брежневтен басталған. Брежнев жылдың аяқтауына байланысты Брежнев сөз сөйлеп, және бір жылда істелген жұмыстардың бәрін аяқтау тұжырымда жасап, және жаңа жылмен құттықтайтын болған. Осылайша солай дәстүрге айналып кетті. Бірақ кейін Андропов пен Черненко мүлдем сөз сөйлеуден бас тартты. Ал 86 жылдардан бастап 85-тен Горбачев қайтадан жалғастырды сөз сөйлеуді. Осылайша жалғыз Кеңес одағында емес, барша сол Кеңес одағынан шыққан елдерде де дәстүр есебінде елді құттықтап, жаңа жылда сөз сөйлеуге әдет қылды. Ал көп үнемі осы Кеңес одағынан қалған киноларды көрсету негізінен Кеңес одағынан қалған салт емес, ол осы соңғы кездердегі салт деп айтуға да болады. Яғни 90 жылдарда көптеген телевиденияларда қаражатсыз, жеткіліксіз болғандықтан бұрынғы Кеңес одағынан қалған киноларды қайта көрсете берді. Сондықтан халыққа ұнады ма, еске алып, әлі осы уақытқа дейін осылайша Кеңес одағынан қалған киноларды қайта көрсете береді. Осылайша дін мен мәдениет және саясаттың араласуынан пайда болған дәстүр. Не болса да еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын ағайын. Жаңа жылда жаңа бақыт пен жаңа жақсылығымен келсін. Өз ойлар, пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, және каналды қолдап, лайк басып, жазылып, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен үлес қосасыздар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.